Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 39-шы сабақ тура және ауыспалы мағыналы сөздер тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақтағы 9-шы жаттығу жұмбақты оқып, шешуін тап. Таңдайы тақ-тақ, талмайтын неткен жақ, бір өзінде екі тіл, сөйлемейді бірақ. Бұл жұмбақтың шешуі балалар әрине сағат. Енді жұмбақтағы қарамен берілген сөздерге назар аудар дейді. Бұл сөздер нені білдіреді? Балалар, жұмбақтағы қарамен жазылған сөздер таңдайы, жақ, тіл деген сөздер, иә? Бұл сөздердің барлығы ауыз қуысындағы мүшелер болып табылады. Келесі тапсырма. Тіл сөзі қандай мағыналарда қолданылады? Балалар, тіл сөзі екі мағынада қолданады, иә? Біріншісі адамның дене мүшесі болып табылады, ал екінші мағынада сағаттың тілін ауыспалы мағынада қолданамыз, иә? Яғни сағаттың тілі деп отырғанымыз, ол сағаттың минуты, секундтық тілдерін біз сағаттың тілі деп айтады екенбіз. Сағат не үшін керек? Балалар, бізге сағат біздің күн тәртібімізді реттілікпен орындау үшін керек екен. Келесі тапсырма. Суреттегі сағаттарға қара. Суреттер бойынша сағаттың шығу тарихын болжап көр. Балалар, сағаттардың шығу тарихына үңілсек, алдымен құм сағат шыққан, иә? Одан кейін механикалық сағаттар шыққан, ал соңына қарай электронды сағаттар пайда бола бастады, иә? Ал қазіргі уақытта сағаттардың орнына біз ұялы телефондарды пайдаланамыз, иә? Себебі біздің ұялы телефонымызда да сағаттар көрсетілген. Бұл сағаттар қазіргі таңда көптеген адамдар үшін өте қолайлы. Келесі тапсырма, отбасы мүшелері қай сағат түрін пайдаланады? Сен өзің қай сағат түрін қолданасың? Балалар, отбасы мүшелері қол сағаттың кейбіреуі қабырға сағатын, ал тағы біреулері ұялы телефондағы сағаттарды пайдаланады, иә? Мен өзім ұялы телефондағы сағатты пайдаланамын, себебі ол мен үшін өте ыңғайлы. Олай болса, балалар, 10-шы тапсырмаға назар аударыңыздар. Берілген сөздер тобын пайдаланып, сөйлем құрап жаз дейді. Берілген сөздер, балалар, бізде алтын уақыт, алтын сағат. Қазіргі уақытта әрбір минутымыз алтынға тең. Әкем маған алтын сағат сыйға тартты. Берілген сөздер тобында алтын сөзі қандай мағынада қолданылып тұр деп ойлайсың? Балалар, берілген сөздер тобында алтын сөзі ауыспалы мағынада беріліп тұр. Өйткені уақытты алтынға теңеп отыр. Алтын уақыт деп неліктен айтамыз? Балалар, алтын уақыт деп атауымыздың себебі адамның өтіп кеткен уақытын қайта келмейтін болғандықтан, оны біз алтынға теңейміз, иә? Яғни адамның өткен өмірі ешқашан қайтып келмейді, ол сол үшін адамға өте бағалы, өте қымбат. Сондықтан оны біз алтынға теңейміз. Келесі тапсырма, өзің уақытты қалай пайдаланасың? Осы сұрақтың жауабын топта талқылауға қатыс. Балалар, мен өз уақытымды өте пайдалы өткіземін деп ойлаймын. Себебі мен бос уақытымда кітап оқимын, спортпен шұғылданамын, тағы да үй жұмысына көмектесемін. Олай болса, балалар, мына ережені есте сақтаңыздар. Сөздер өзінің негізгі мағынасынан басқа мағынада да қолданылады. Мысалы, тіл сөзі дене мүшесі тура мағынада, ал сағаттың тілі ауыспалы мағынада қолданады. Олай болса, балалар, келесі жаттығуға назар аударыңыздар. 11-ші жаттығу, тиісті тыныс белгісін қойып, өлеңді көшіріп жаз. Жаз көрпені, кісі күт, қонақ келсе, үйге құт. Жаз әріпті сандарды, жазу өнер сындарлы. Балалар, бұл өлең Балдырған журналынан алынған. Балалар, бұл жерде тыныс белгісі жаз көрпені, келсе және де әріпті деген сөздерден кейін үтір қойылуы керек. Сол үтірлерді қойдық. Енді қарамен берілген сөздердің мағынасын түсіндір. Балалар, бұл өлеңдегі қарамен жазылған сөздер жаз деген сөз, иә? Жаз сөзі екі мағынада қолданылады. Бірінші мағынада ол әріпті жаз, яғни жазу, иә? Ал екінші кезде ол көрпені жаз, яғни көрпені төсе деген мағынада қолданып тұр, иә?
Келесі тапсырма: өзің үйге келген қонақты қалай қарсы аласың? Ойыңмен бөліс. Мен үйге келген қонаққа төрге шық деп төрге шығарып, шәй, тамақ беріп қарсы аламын. Балалар, сіздер де өз ойларыңызды жазсаңыздар болады. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.